Ассалаумағалейкум атырау жұрты. Мынау біздің дренажный канал деп аталады. 2000 жылдары осы Атырау облыс әкімі Дәукеев кезінде салынған жоба, қыруар қаражат бөлінген сында сол кезде. Алайда осы күнге шейін бұл канал өз мақсатында қызмет етпеген сияқты. Өйткені іші қазір сасық суға толы, іші қоқысқа жиналып, қоқыс тазартылмаған. Осы тазартқанды да көрмедім осы 2000 жылдан бері қарай. Көрдіңіз, жағалауы қалайды, бетонмен қоршалып жасалған, ені үстіңгі жағынан 10 метрге дейін жетеді. Осы негізі мақсаты жайық толған кезде суды бөлек арнамен осы теңізге қарай құю бағыт болса керек. Мынау дейді Шандора деп аталады. Бөгеті жайықтан келер жерде осындай бөгет жасап қойған, суды бөгеттеп ұстау үшін. Керек кезде ашып, керек кезде жабу үшін. Енді күйін көріп тұрсыздар. Мынау жайыққа қосылатын жері осы күнге шейін мынандай топырақпен бөгеп қойған. Енді мұны ашпайын деген ойлар болып тұр биліктің, мен білсем. Себебі іші мусор, қоқыс, сасық су, бүкіл қаладағы өткен жаңбырдан кейінгі көшеден сорылған сулар арасында ішеді. Басқа да су араласып кеткен болса керек. Мынау міне Шандора, жайықпен келетін қосылатын жері. Жауық тұр, топырақпен бөгеп тастаған. Өкінішке орай. Бұл да негізі басқа өзектер сияқты, мысалы Соколок, Қараөзек, Черноөзек сияқты. Бұл да негізі көмек теретін көтерілген кезде, жайық көтерілген кезде ана нені Шандораны ашқан болсақ, тіп-тіке арнасыменен мына жайыққа кішкене жеңілдік жасап, суды теңізге қарай бағыттауға мүмкіндік болар еді. Алайда бұның іші бүгінгі күні қоқысқа толы, іші сасық су, көріп тұрғаныңыздай. Осы негізі басында күшті көрініп тұр, міне бетонмен жақсы етіп қоршалып, бәрі жақсы жасалып келеді. Алайда соңғы жағы мына жұмыскерден қарай, еркін қала қарай ол бетон бітіп кетеді, қара топырақ қалып, осы жоба бітпеген болса керек. Осы күнге дейін билікке көп сын айтып келе жатыр, жазылып та жатыр ақпарат көздеріне. Алайда бұл өкінішке орай әлі өз мақсатында қызмет етпей тұр.